Ассалаумағалейкум, қадірлі телекөрермен. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мектепке дейінгі ұйымдарда ұрып-соғудың көбейіп кеткеніне алаңдап, осы балабақшаларда лицензияны қайта енгізу тәртібін қарауды тапсырды. Осы орайда бірі лицензиялау керек десе, енді бірі балабақшаларда жеке бизнестің дамуына кедергі келтіреді дейді. Біз бүгін осы мектепке дейінгі ұйымдарда, балабақшаларда лицензияны қайта беру жөнінде әңгіме қозғаймыз. Студия қонағы Маңғыстау облысының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті басшысының орынбасары Тәттімбет Жұмалиев. Тәттімбет Қайырбекұлы, министр мектепке дейінгі ұйымдарда лицензиялауды енгізу бойынша жұмысты бастады. Енді бұл жүйені енгізудегі мақсат қандай? Қайырлы күн көрермендер. Енді өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар желісі елімізде артты. Жалпы мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылған статистика бойынша қазір 99% құрап отыр. Қазіргі таңда енді жаңа күн талабына байланысты қазіргі таңда мектепке дейінгі ұйымдарда лицензиялау қызметін талабын қолға алу басталуда. Жалпы 2011 жылға дейін барлық білім саласындағы қызмет түрлерінің барлығы лицензияланатын қызметке жатты. 2011 жылы елімізде балабақшаны көбейту үшін және балабақшамен қамтылған бала санын көбейту үшін, баланы көбірек қамту үшін жалпы лицензиялау талабы алынып тасталған болатын. Ал басқа деңгейлер, мысалға мектеп дейміз, колледж дейміз, жоғары оқу орындары, бұлар әлі күнге дейін лицензияланады. Сондықтан қазіргі таңда біздің еліміз бойынша барлық балабақшалар меншік түріне қарамастан, жеке меншік болсын, мемлекеттік болсын, барлық балабақшалар лицензиялауға жататын талаптар қойылуда. Талаптар жалпы өздеріңізге белгілі, кезең-кезеңмен іске асырылатын болады. Енді мектепке дейінгі ұйымдарда сапа стандарттарын сәйкестендіру үшін уақыт беріледі. Уақыт беріледі. Нәтижесі қандай? Қазіргі таңда лицензиялауды мемлекет бірден бастап кетейін деп отқан жоқ. Бұл жерде кезең-кезеңмен де жаңа айтып өттім ғой, енді кезең-кезеңмен қойылған уақытта 4 кезеңге бөліп қарастырып отыр. Қазіргі таңда бірінші кезекте жаңадан ашылып жатқан балабақшалар лицензияланатын болады. Екінші кезекте өзіңізге белгілі білім туралы заңға сәйкес барлық білім беру ұйымдары меншік нысанына қарамастан 5 жыл сайын аттестатталынып тұрады. Сол балабақшалардың ішінде аттестация 2 рет өткізіледі. Мысалы, бірінші өткенде ол өтпей қалады. Өтпей қалған болса, талаптарға сәйкес келмей, екінші рет тағы өткізіледі. Осы қайта аттестаттаудан өтпей қалған жағдайдағы балабақшаларға талап қойылады. Үшінші, тәуекел дәрежесі жоғары балабақшаларға қойылады. Сонан кейін барып барлық балабақшаларға қандай? Енді талаптарды барынша жеңілдетілген талаптар қояды. Ол жерде негізгі талаптар балабақшаның ғимаратына қойылатын талаптар, санитарлық ішіндегі тәрбиеленушілерге жағдайдың жасалуы, екіншіден педагог мамандардың біліктілігіне байланысты талаптар қойылады деген жоба бар қазіргі таңда. Енді өзіңізге белгілі, ең алдымен бұл жерде енді қоғамда әртүрлі пікір бар, ол қоғам болғасын, елдің іші болғасын, әр алуан пікірлер айтылады. Жалпы мемлекеттің бағыты осы талапты қою, лицензиялау талабын қою. Енді әлемдік стандартқа қарайтын болсақ та, әлемде көптеген елдер лицензиялайды осы мектепке дейінгі ұйымдарда. Мысалға, әр елдің практикасын қараған уақытта, мысалға, ақш-та, Ресейде барлық балабақшалар лицензияланады, ал мысалы Қырғыз елінде, көршілес бұл елдерде тек қана жекеменшік балабақшалар лицензияланады екен. Сондықтан осы талапты іске асыру қазіргі таңда басты мақсат. Енді бұл орайда министрдің өзі айтып кетті, қарапайым алкогольді темекілерге де лицензия беріледі. Мына мектепке дейінгі ұйымдарға бұрынғы лицензияны қайтару президенттің тапсырмасы бойынша. Енді мектепке дейінгі ұйымдарға 2011 жылға дейін лицензия енгізілді, кейін алынып тасталды. Айырмашылық бар ма осы аралықта? Енді 2010 жылы балапан деген бағдарлама болды ғой, есіңізде болар. Сол бағдарлама қабылданған уақытта балабақшамен қамтылған бала санының үлесі өте төмен болды. Сондықтан балабақша желісін көбейту үшін бұл талапты алып тастады. Егер сол кезде лицензиялау талабы қойылатын болса, біз қазіргі көрсеткішке жетпеуіміз де мүмкін еді. Балабақша тапшылығын жоймауымыз мүмкін еді. Сондықтан сол уақыттағы заманның уақыттың қажеттілік дегеніміз ба, сол мәселеге байланысты ғана алынып тасталған нәрсе ғой. Ол кезде де лицензиялауда қатты талаптар болған жоқ. Енді білім беру ұйымдарының сапасын арттыру үшін қандай жағдай жасалып жатыр?
Енді ең бірінші барлық мәселені кадр шешеді. Осы педагогтар санын көбейту керек қазіргі таңда. Енді қарапайым мысал ретінде айтатын болсақ, біз осы уақытқа дейін біздің қызметіміздің бір тарабы мемлекеттік аттестаттау өткізу. Біз осы уақытқа дейін қаңтар айынан бастап есептегенде 31 балабақшада мемлекеттік аттестаттау жүргіздік. Мемлекеттік аттестаттау бұрынғыдай комиссия бармайды ешқандай. Барлық электрон түрде олар құжаттарын бізге электрон түрде жолдайды. Сосын сол жерде отырып қарайды. Сол балабақшаларды аттестаттаудан өткізген кезде 11 балабақша қазір екінші рет аттестаттауға келді. Қайта аттестаттаудан өтпей қалды. Ол 11 балабақшаның 7-еуі мемлекеттік, 4-еуі жекеменшік балабақша. Енді оларды қазір қайтадан уақыттар берілді, көрсетілген кемшіліктер жойған болса, олар аттестаттаудан өтеді. Енді бірінші кезеңде енді ашылып жатқан балабақшалар лицензиялады. Бұл шамамен 200 балабақша. Екінші кезеңде қандай жұмыстар жүрді? Бұл бірінші кезеңде де отқанда жалпылама еліміз бойынша ашылу динамикасын айтқанда 200 балабақша деп отыр. Енді біздің қазіргі таңда біздің директор қорындағы тіркеледі ғой бұлар. Ұлттық білім беру директор қоры деген базымыз бар. Осы білім беру директор қоры базасына тіркелген балабақшалардың есебі 345-ті көрсетіп тұр. Оның 203-і жекеменшік балабақшалар. Жекеменшік. Енді екінші маңызды проблема мына жеке балабақшаларда санаты бар мамандардың жоқтығы аз. Ал лицензия алуда қойылатын негізгі талаптардың бірі осы. Енді мамандар мәселесі қиындық туғызбай ма? Мамандар мәселесі дегенде енді жаңа айтып өттім ғой, барлық білім беру деңгейлері лицензияланады. Мысалға қарапайым мысал айтатын болсақ, мектептерді алатын болсақ, мектептердің саны қазір лицензияға оларға да білікті педагогтарға талаптар қойылады, оның үлесі бар. Мысалға бастауышта 25%, 5-9, яғни негізгі орта білімде 35% деген сияқты санатты мұғалімдердің саны көрсетілген талаптар бар. Соған қарамастан қазір біздің облысымызда жекеменшік мектептердің саны 3 есеге көбейді. Соған қарағанда талаптар ондай артық қойылмайды. Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында тәрбиеші деген мамандар көптеп дайындалуда. Ол жерде ондай қиындық болады деп ойланбаймын. Енді облыста мемлекеттік балабақшалардың қанша пайыз жалпы аттестациядан өтпей қалған? Қазір енді ол бізде деген 5 жыл сайын деп отырмын ғой, 5 жыл сайын 2017 жылдан бастап аттестаттау тоқтатылып тұрған болатын. Содан кейін қайтадан қазір қолға алынды бұл жұмыстар. Оның барлық білім беру ұйымдарының белгілі бір деңгейінде ғана аламыз, жылдан жылға жоспарлаймыз. Жаңа айтып отқан жылда сол 30-40 балабақша көлемінде ғана аттестаттаудан өткіземіз. Мерзімі келіп тұрған балабақшаларды меншіктің санына қарамастан. Енді балабақшадан өзге қосымша білім беру ұйымдарда лицензия алу керек деген болатын министр. Бұл жөнінде жұмыстар жүріп жатыр ма? Әзірге қосымша білім беру ұйымдар туралы әңгіме болып жатқан жоқ. Болашақта мүмкін бұл жұмыстарда жалғасын табатын болады. Мемлекет басшысы кеңейтілген отырыста үкіметтің балабақшаларда зорлық, зомбылық белең алып отыр деді. Енді біздің жалпы облыста осындай келеңсіз жағдайлар тіркелді ме? Біздің облысымызда бұндай жағдайлар қуанышқа орай ешқандай тіркелістер болған жоқ. Бұндай қатты бір қоғамда дүрбелең туғызатын резонансный мәселе дейміз, ондай туғызатындай оқиғалар орын алған жоқ бізде. Енді тәуекелді анықтайтын жүйе бар. Енді сол арқылы балабақшадағы проблемаларды біліп отыруға болады. База арқылы дейді ғой. Енді тәуекелдерді анықтайтын жүйе біздің облысымызда жұмыс істей ме? Бұл республика бойынша ұлттық білім беру директор қоры деп аталады. Бұны әрбір мекеме жеке түрде өздері толтырады, электронды түрде толтырады. Сол бойынша қараған уақытта ол жерде әртүрлі толтырылатын бағандар бар. Сол бағандарды қарап отырсақ, бөлімдері бар. Соның ішінде мысалға оның ғимаратының қандай екенін білуге болады. Онан кейін педагог кадрдың құрамының қандай дәрежеде тұрғандығын білуге болады. Бұл бойынша анықтауға болады. Және бұл жүйе барлық республика деңгейінде, оның ішінде біздің облысымызда да жұмыс жасап тұр. Балабақшалардың басын біріктіретін бірлестіктер бар, үкіметтік емес ұйымдар бар, қоғамдық ұйымдар. Олар жалпы бұл өзгеріске қандай баға беріп отыр? Жалпы қоғамда көзқарас әралуан. Нақты бір шешім айта алмаймын бұл жерде, бірақ жалпы көпшіліктің арасында қазір қоғамның алдында біз түсінік жұмыстарын жүргізудеміз. Министр қолайлы жоба, қолайлы мектеп жобасын жайында айтты. Бұл қандай жоба өзі? Қолайлы мектеп дегеніміз министрліктің, бұл президенттің берген тапсырмасына байланысты жүзеге асырылып жатқандығын айтты. Жалпы бұл 3 ауысымды мектеп деген бар. Қазіргі таңда осы 3 ауысымды мектептерді азайту бірінші кезекте. Біздің облыс бойынша қазіргі ұлттық білім беру директор қорындағы мәлімет бойынша 3 ауысымды 18 мектеп бар. Бала саны көп болған жерде ол
білім сапасына да әсер етеді деген сөз ғой. Екіншіден, сол мектеп балаға ыңғайлы білім алуына ыңғайлы жағдайлар туғызу. Енді ол тіпті қарапайым зат ұсақ көрінетін шығар, бірақ мысалға мектептің әжетханасына барған уақыттың өзінде де бастауыш сыныптың балдарына бөлек баратындай, сосын жаңа үлкен сыныптың балдары бөлек баратындай, сонан кейін бала саны көп болғанда 1200 баласы бар, 2000 баласы бар мектептерде бір спорт залда шын мәнінде дене тәрбиесін өткізу қиындық келтіреді ғой. Сондықтан баланың қосымша білім алуына, спортпен шұғылдануына және сапалы білім алуына жағдай туғызатын мектептер санын көбейту деген. Енді мектепке дейінгі ұйымдар 99% қамтылып отыр деген дерек бар. Енді есіңізде болар, анау осыдан бір 25 жылдай бұрын балабақшалардың барлығы жекенің қолына өтіп кеткен кезеңде қиын болды. Мына кезекке тұру, балабақша саған ақша деген сияқты жұмыстан жалғасқан сыбайлас жемқорлық белең алды. Енді қазір толық қамтылып отыр ма, тапшылығы сезіледі? Қазіргі таңда енді бұл мәліметтер жергілікті атқарушы билік, яғни білім басқармасы, білім бөлімдері айналысып отырған мәселе ғой. Қазіргі таңда бұрынғыдай балабақшада кезек болу деген мәселелер қазіргі таңда ондай көп орын алып отқан жоқ. Индиго деген бағдарлама орнатылыпты, сол бағдарлама бойынша баласын кез келген садигіне беріп отыр. Рахмет, бүгінгі жалпы балабақшаларды лицензиялау жөнінде тақырыпқа сұхбат бергеніңізге. Қадірлі көрермен, осымен хабарымыз өз мәресіне жетті. Келесі жүздесуге.